Ақманат ауылдың қара домалақ қызы. Бойы орташа, сүйкімді. 17 жасар қыз мектеп бітіре салып, қалаға оқуға түсті. Нағашы әпкесі Ризаш пен жездесі Темірдің үйіне анасы Гүлмайса орналастырып кетті. Жаңа ауданға салынған жездесінің үйі Ақманаттың көңілінен шықты. Университетіне баратын автобусқа осы соңғы аялдамадан өзі бірінші боп мініп, қайтарда соңғы болып түсетін. Солай қатынап жүргенде автобус кассирі болып жүрген Бақтияр аңқаулығы бетінен баттайып көрініп тұрған Ақманаттың жанына барып отыра қалды. Барлық жолаушы жолай түсіп, соңғы аялдамадан түсетінін біліп алғанға ұқсайды. Есімің кім деп еркінсіп, иығына қолын салғанда, жігіт атаулымен сөйлесіп көрмеген ұяң Ақманаттың беті нарттай қызарып, аузына сөз түспей үнсіз отыра берді. Оған қымсынған кассир жоқ. Айтқың келмей ме? Танысайық та? Қай үйде тұрасың? Новенькаясың ғой. Бәрібір біліп алам, деп тоқтаған көліктен асығып түскен Ақманаттың артынан айғайлады. Оқушы күнінде кітаптан бас көтермей, көшеге қыдырып шықпаған, ер баламен қалай сөйлесуді де білмейтін Ақманат қатты ыңғайсызданып, үйіне жүгіре басты. Ертеңіне жексенбі, яғни демалыс еді. Үйде барлығы шай ішпекші болып, нан жоғын байқаған Ризаш Ақманатты дүкенге жіберді. Дүкенде қараң қалғанда автобус тұратын аялдаманың түбінде еді. Енді қуыстан үлкен көшеге беттей бергенде, оң жақтағы талдың артынан шыққан кешегі кассир бұның қолынан тартып қалып, шошып кеткен сәтін пайдаланып, ерніне жабысты. Ерні кеседен басқаға тимеген Ақманат біртүрлі сезім бастан кешіп, өзін сүйген жігіттің бетінен шапалақпен жеңіл шылп еткізіп, кері бұрылып үйіне қайтты. Артынан қараған кассир Бақтияр оның Темірдің үйіне кіргенін көріп, өзі де кете берді. Шлепкім үзіліп қалды деді де, үйге кіріп кеткен сіңілісіне аңтарылып, дүкенге жездесі қайта кетті. Ақманат айна алдына барып, бейтаныс жігіттің ернін сүйгені елестеп, ернін тістелеп қызарып тұр. Даттайын десе, өзіне керемет сезім сыйлаған алғашқы сүйісуі ойдан кетер емес. Тәтті қиял жетегінде жүріп, ертеңгі сабағына шыққан Ақманат әлгі кассир мінетін автобусқа мінсем екен деп тілеп келеді. Тілегені алдынан шығып, кешегі ісіне бір ұялуы жоқ, сыртта тұрып, арнайы өзін күткендей таңғы 7-де жымиып, өзіне қарсы Бақтияр келе жатыр. Жүрісінен жаңылып, әр қадамын аңдып басқан Ақманат сүрініп қалмайын деп жетті. Қалайсың сұлуым? Деп өзін бұрыннан танитындай еркінсіген ол бұның атында біліп алыпты. Ақманат, кел, алдыңғы жаққа отырсаңшы, деп өзі тұратын жерге жақын отырғызып, томпиған бетіне қолын тегізіп, не еткен сәбидей сүйкімдедің, деп маңдайына түскен кекілін құлағына ысырды. Мен таныған боларсың, осы районның красавчигі Бақтияр болам, деп өзін таныстырды. Ақманат басын көтеріп қарап еді, қара торы, ірі денелі, қой көзді сымбатты жігітті байқады. Бұған дейін еш жігітпен сөйлеспегеннен болар, әлемдегі ең келбетті жігіт осы Бақтияр секілді көрінді. Мен де құрбыларым секілді жігітпен кездесетін болдым-ау деп өзіне сүйсінген Ақманат жолақысын төлемек болып еді, алмаймын деп жігіт кері айырды. Өзінің аялдамасынан түсіп бара жатқанда, қайтарда маған мінші, деді Бақтияр. Ақманат басын изеп түсіп қалды. Осылай алғашқы махаббаттың буына мас болған Ақманат Бақтиярдың өзінен 4 жас үлкендігіне, оқымаған, қарапайым кассир екендігіне де мән бермеді. Кешке көше бойына серуендеп, құшақтап, сүюмен ғана уақыт өте берді. Бұл әңгіме Ризаштың құлағына жетіп, сіңілісіне ақыл айтты. Сен оқып жатсың, жігітпен жүрсін деп тапсырған жоқ шешең. Ол жігіт бабник, я оқуы жоқ, сені жақсы көрмейді, өзінің үйленейін деп жүрген қызы бар. Сенің теңің емес ол. Араласпа,
деді. Ақманат үйленеді деген естіп, көзі жасқа толып, сүйгенін қызғанып қалды. Дереу Бахтиярмен кездесіп, бәрін жайып салды. Ол болса ашуланып, арамызға ешкім түспесін, деді. Ақманат ойланып қараса, расымен осы екеу кездескен 4 ай ішінде я бір қыдырмапты, я бұған бір бижутерия да сыйламапты. Қаражаты жоқ шығар деп, ешкім сөзіне мән бермей Бахтиярдан ажырағысы келмеді. Өзі жайлы түк ештеңе демейтін жігітінен еш күдіктенгісі келмей, өзін ғана сүйеді деп сенген Ақманатқа әпкесі Ризаш қатты ұрысты. Сен жайлы Бахтиярдың не деп жүргенін білесің бе? Ақманат мені сүйеді, мен хабарласпасам да өзі іздейді, ізімнен жүгіріп қалмайды, көңілін қимай уақыт өткізіп жүрмін деп мақтанып айтып тұрған естіп, жерге кіре жаздадым. Сенің теңің ба сол? Әлі жассың, алда талай жігіт жолығады, болашағыңды ойласай, деп жанына батырып айтып, жылатып қойды. Көзі жасқа малынған Ақманат сүйгенін көріп қаларым деген оймен үлкен көшеге жаяу беттеді. Анау орталықтағы дүкеннің қасында үнемі сүйген жігіт отыратын. Айтқан сөздерінің рас өтірігін білмекке соған қарай келе жатыр. Кенет жанынан велосипед айдаған Бахтияр оны танымайтын адамдай көз қиығында салмастан зулап өте шықты. Велосипедінің алдына толықша келген шашы бұйра қызды отырғызып алып, дүкен жанына барып тоқтады. Бұл қалай болғаны? Өзін сүйем деп сендіріп, аңқаулығын пайдаланып, өзіне ғашық етіп, осылай тастап кетпекші ме? Ана таңдаған қызының қай жеріне қызықты? Мен одан екесе әдеммін ғой, деп жек көрумен, қызғаныш ішін тырнап, жақыннан көрмекке бар батылдығын жиып, Ақманат та дүкенге беттеді. Дүкенге кірсе, сүйіктісі өз сүйгеніне: «Дана, не жейсің ботам? Баламыздың қарны ашқан шығар», деп ішіне сипап, неше ай жүргенде өзіне стаканчик мороженныйдан басқа алып бермеген жігіті жанындағы қызға бүкіл тәттілерді үйіп төгіп алды. Ақманатты көрсе де көрмегендей данасының қолынан ұстап жанынан өтіп кетті. Әпкесінің айтқаны рас екенін, махаббаттан көзін шел басқан түсінген Ақманаттың іші өртеніп, ол да дүкеннен шықпақ боп, есікке жақындағанда сырттан әлдекімнің қатты itергеннен есік Ақманаттың тұмсығына тиіп жерге ұшып түсті. Есіктен енген жас жігіт шошып кетіп, дереу қыздың қолынан демеп тұрғызып, кешірім сұрады. «Ештеңе етпейді», деп еді. «Жоға, қазір дәріңізді алып, үйіңізге апарып тастаймын. Күтіңізші», деді де сатушыға барып. Жаңа ағам мен жеңгем сауда жасап тұрып, телефон қалып қойған сияқты. «Қарап жіберейін», деп банандардың қасында тұрған телефонды көріп, міне екен», деп қалтасына салды. Сатушы әйел оған: «Қашан келдің, Табиғат?» деп еді. «3 күн болды. Ағамның тойына қарсы келдім. Бүгін жеңгемді таныстыруға үйге келген. Бұйырса осы сенбі той. Қалмаңыздар, көршілерде шақырам деген махан», деді. «Әрине қалмаймыз», дегесін. Ақманат бұл жігіттің Бахтиярдың бауыры екенін айтқызбай ұқты. Бахтияр оған: «Жүріңіз», деп көлігінің алдыңғы есігін ашып, Ақманатты отырғызғасын. «Қазір үй жаққа соғып, телефонын ағама беріп кетейін. Сосын жақын маңдағы дәрханаға барамыз», деді. «Есімің кім?» деп қолын ұсынып, Ақманат, Табиғат деп екеуі қол алысты. Дүкеннің артқы көшесіндегі үлкен үйге тоқтап еді. Машинаға жақындап телефонды алған Бахтияр Ақманатты көріп шошып кетті. «Шаруалармен шығып келем», деді де көлігімен зулаған Табиғатқа Ақманат ешқандай дәрхананың қажеті жоқтығын айтып еді. Онда айыбымды жуайын деп кафеге отырды. Табиғат ағасындай емес, аузын ашса жүрегі көрінетін аңқылдақ екен. Атырауда құрылыста жұмыс жасайтынын, бір аптадан соң қайтатынын айтты. Сырт пошымы ағасы секілді сымбатты болмаса да, еңбекқор, пысық, ақ көңіл жігіт екені көрініп тұр. Қайтарда үйіне жеткізіп салып,
Ақманаттан нөмірін алып қалды. Ақманат сатқындықтан көңілі қалып, алғашқы махаббатынан бас кешіп еді. Сол ақысын, кегін алғысы келді. Ерегіскенде інісіне әйел болам деп кіжініп өзіне серт берді. Түнде қайырлы түн, азанда қайырлы таң, сұлу қыз деп толассыз қоңырау шалған табиғатпен өзі қаламаса да сөйлесе берді. Бүгін алғашқы ғашығы, бәлкім соңғы сүйгенінде болар Бақтиярдың тойы. Енді онымен бірге бола алмайтынын ойлаған Ақманат қатты жылап, бөлмеден шықпай жата берді. Бір шағын ауданда тұрып, оны көріп қалармын, ұшыраспаймын деп анасына хабарласып, нағашы әпкесінің үйінен көшіп, группасында қыздардың жалдамалы пәтеріне ауысты. Тойдың ертесіне табиғат тоқтаусыз қоңырау шалып, алмасына қоймады. Көшкенін естіп, жаңа мекенжайға іздеп келді. Әдемі ақ пальтосын киіп шыққан Ақманатқа күліп, өзіңді 2 күн көрмей жүрегім ауырып кетті ғой, не істеп қойдың маған, деді. Екеуі жаяу серуендеп әңгімелесті. Ағам үйленді, ендігі кезек менікі. Үйленгім келеді, қызым жоқ. Сен қызым боласың ба? Деп төтесінен қойған сұраққа не дерін білмеген Ақманат Бақтияр жайлы айтар, не айтпасын білмей тұрып қалды. Саған ешқандай көңілім жоқ, деп еді. Көңілің жаймендеп бола берер. Сені бір көргеннен ұнатып қалдым. Бейкүнә бейнең, мұңлы көзің өзіңе ынтызар етіп қойды. Маған сен бір мүмкіндік берсең, сені әлемдегі бақытты жан етем, деп шынын ақтарғанда Ақманат жасыруға дәті шыдамады да, мен сенің ағаң Бақтиярмен кездесіп жүргенмін, деп еді. Табиғат ойланып жерге қарап, етігімен жерді шұқып, ол данамен 3 жылдан бері жүреді. Сенің жай аңқаулығыңды пайдаланған ғой, сондай қызғымарлығы бар бала күннен, деп кіжінді. Маған сенің бұрынғы өмірің, кіммен жүргенің маңызды емес. Маңыздысы менімен жүргеннен кейінгі адалдығың, деді. Ақманат, ертең екеуміз үйленіп жатсақ, қалай болады? Қалай қараймын оның көзіне? Дегенде, ол жағын маған қалдар. Бірге тұрмаймыз. Сені Атырауға алып кетем. Қаласаң, мүлде келмесек те болады мұнда, деді. Інісіне үйленіп, оған бұл істегенін алдына келтірем деген Ақманат үнсіз қалды. Қаласаң, қазір алып кетейін Атырауға. Барасың ба? Деп еді. Көкірегі кекке толы ол. Иә, деп жауап берді. Табиғат шешесіне хабарласып, анашым, мен де келіншек апара жатырмын, дайындала беріңіз, деді. Ар жақта, үйбай, ойының ба? Не дейді? Деп асып-сасып анасы қалды. Машинасын безілдетіп, үй ауласына кірді. Тойдың қызығы әлі басылмаған аулада, әлі жалауша, оформлениелер сол күйі жиналмаған еді. Бақтияр бір жамандық сезгендей, әрбері сенделіп, көлікке қарай тез баса жөнелді. Көліктен түскен Ақманат ерегіскендей, Бақтияр көрсін деп ыржия күліп, өзін бақытты көрсеткісі келді. Қуыршақтай сүйкімді қыз екен. Әй жаңыл, сенде келін боп түскенде, осы келініңде едің тура, деп көрші әйел сампылдап жатыр. Енесі болса, ақ жаулық салып, маңдайынан сүйіп, үйге жүре ғой қалқам, деді. Табиғатты Бақтияр шақырып, артынан тез басып, көшеге кетті. Мына тірлігің не сенікі? Не бопты? Не дұрыс емес? Сенің қызың жоқ еді. Неге аяқ асты үйленем дедің? Апарып таста. Апарып тастайтын зат емес ол. Кеше ғана үйлендім. Үйге ауыр болады. Көріп тұрған жоқсың ба? Пахан мен Мамашканың жағдайын, кредитке батып. Өзімнің жинаған азнаулақ ақшам бар. Солар жетіп қалады. Сен неге қарсысың? Түсінбедім. Табиғат, былай ғой. Ол қыз мені сүйіп қалған. Ізімнен қалмай қойғасын, 1-2 рет кездескенім бар.
соған үміттеніп қалған менен. Енді менен кегін алмақ саған тиіп. Қайта керісінше емес пе? Ол кішкентай қыздың басын айналдырып, керек емес заттай лақтырып кеткеніңді неге айтпайсың? Ей, сен менімен құшақтасып, сүйіскен қызды аласың ба? Ойлансай шамал, айналада қыз көп қой. Сен онымен жатып, екі қабат қылып кетсең де алар едің. Өз өмірім, араласпа Бахтияр. Шу шығып, жеңгемнің құлағына тимесін. Қайнатаң екі аяғын сындырып, бір жеріңді кесіп тастап жүрер, деп ашуланған табиғат үйге кіріп кетті. Бахтиярдың қайнатасы өңірдегі беделді кәсіпкер еді. Бахтияр да өзі мектепті лаждап зорға бітіргесін, тағы оқуға құлшынысы болмады. Жұмыс істеп, бір байғызды ұстап алып, үйленем дейтін. Маршрутқа кассир болып жүріп, осы Данамен танысты. Ауқатты екенін білгесін ізінен қалмай, бар тәтті сөзін арнады. Дананың 20 жасына әкесі көлік әперген еді. Соны өзі иемденіп, күн ұзаққа қаңғудан қолы тимеді. Ақырында көлікті столбаға соғып алып, жарамсыз қылып тастады. Қызының оқымаған, я тұрақты жұмысы жоқ, жалаңаяқ біреумен жүретінін білген әкесі екеуін ажыратпақ болып еді. 2 жас ойласып, төсек қатынасына түсіп. Дана жүктімін дегеннен кейін әкесі келісім берген болатын. Кеше свадьбада әке шешесі 2 жасқа деп жаңа көлік сыйға тартты. Содан да болар, Бахтияр қайнатасынан қаймығып, Данаға артық сөз айтуға қорқатын. Інісінің сөзіне шамданып, үнсіз ол да үйге кірді. Ақманаттың нағашы әпкесі хабарды естіп, әке шешесіне жеткізді. Олар сенбей, қуғыншылатып келіп, қызын райынан қайтара алмай кетті. Сонымен 2 жас қосылып, тойлар өтті. Табиғатқа сыйластықтан басқа сезімі жоқ болса да, неке түнін бірге өткізген Ақманат оған абыройын сыйға тартты. Әйелінің пәктігіне қуанған күйеуі оны сүйе берді. 1 ай бұрын ғана Бахтияр үшін бәріне дайын ару, бүгін болмай қалған қайнысына үйленіп, соның құшағында жатыр. Іші күйіп өртенсін деп, ызаланып, Бахтиярға нала болып, өзін алдағы уақытта күйеуін сүйіп кетемін деп алдады. Табиғат келіншегін алып, Атырауға қайтты. Осындағы оқудан шығарып алып, Атырауға ауыстырды. Жүрек ақылға бағынбайды екен. Сәл де болсын күйеуін сүйе алмаған Ақманат онысын табиғатқа еш сездірген емес. Құрылыс бригадирі болып істейтін күйеуінің алдынан ыстық тамағын дайындап, жылы қабақпен күтіп алып, ақ төсегін жайып қарсы алатын. Аяғы ауырлап, құрсағындағы сәбиге алданып, өткен махаббат оқиғасы есінен шыға бастады. Жұбайымен серуендеп, іштегі сәбимен сөйлесіп, жерік асын жеп, уақыттары өте берді. Дана абысыны болса, үйленгеніне 5 ай өте сала босанып, қыз туды. Перзентханадан шыға сала төркініне кетіп, 40-нан шыққан соң бірден қайтамын деді. Бұған дейін де еркелігін көтеріп үйренген қайын жұртымен күйеуі бұнысын шектен шыққандық деп, Бахтияр қайтаруға қанша барса да, қайтпайым, қайтсам, ол жақта жағдайым жоқ, күтіне алмаймын, деді. Ел жұрттың сөзінен намыстанған күйеуі ашуға булығып, қазір жүрсең жүр, болмаса мені көрмейсің, деп еді. Ей, иттей боп келерсің, деп енесі тұқыртқасын, ашуланған күйеуі дереу ажырасуға арыз тастады. Бұндайды күтпеген Дана қанша сөйлесуге тырысса да, қатқан көңілі жібімеген Бахтияр ақыры ажырасып тынды. Ара тұра қызын көруге барып, ойыншық киімдерін апарса, арзан, сапасыз, зиян деп менсінбей лақтыра салатын болғасын аяқ баспай қойды. Өзіме де обалы жоқ. Ақманатты жылатып ем, соның көз жасы болар. Бай деп Данаға жабыспай жүрегімді тыңдағанымда, Ақманатпен бақытты ғұмыр кешуші едім ғой, деп бармақ тістеп өкінді. Арада айлар өтті.
Ахманат та өмірге ұл бала келді. Есімін Данияр деп қойды. Аналық бақытқа мас болған ол ең ғажап күндерін бастан өткерді. Жалғыз ұлдарын еркелетіп өсірді. Данияры өскен сайын әкесіне емес, Бақтиярға ұқсай берді. Ұлын көрген сайын алғашқы махаббаты еске түсіп, ескі жараның орны сыздап кететін. Баласы бірге толғанша олар ауылға келмеді. Енесі ғана Данияр туылғанда бір апта қасында болып кетті. Оқуын сырттай ауыстырған Ахманат ұлы бірден асқанда тағы аяғы ауыр екенін білді. Бұрын күнара жұмыс жасап жүрген табиғат сұранып, демалыс күндерінде де жұмысқа қатынады. Сондай күннің бірінде қаралы жағдай болды. Қазылған шұңқырға түскен табиғаттың үстіне жауынды күні кран құлап, белінен басып қалды. Ауруханада ұзақ уақыт жатып, отадан соң ота жасалып, ақыры белден төменгі жағы қимылсыз қалды. Ауруханадан шыққасын, аяқ ауыр келіншегі бар жағдайын жасап, асты-үстіне түскен сайын өзінің халіне күйінген табиғат ашуланшақ болды. Дәрет сындырғанын да білмей, астына дейін келіншегінің тазалағанына намыстанып, өзім жуам деп бірнеше рет арбасынан құлап, тұра алмай жылады. Мүгедектігінің ақшасы, жұмысынан берген өтемақысымен ғана күнелткен олардың жағдайы төмен еді. Көмектесуге табиғаттың шешесі ауылдан келіп, бір ай қасында болып, ай күні жеткен келінін босандырып алды. Табиғат ашуланып, қырғын салған бір күні шешесі ауылға жүр деп еді. Одан сайын атылып, ауылына шешесін қайтарып жіберді. Өзі екі баласымен ақ, миы атала болған Ахманат әбден жүнжіп кетті. Бұрын күйеуінің ұрысқанына мән бермеуші еді. Енді жүйкесі сыр беріп, жауап қайтаратын болған. Дүкенге кетсе, кіммен кездесіп келдің? Деп, балконнан аңдып отыратын күйеуінен әбден шаршаған Ахманат жарылып, табиғаттың алдына тізерлей құлап жылады. Ойындағының бәрін лақ еткізіп ақтарып, өзінің де жетісіп жүрмегенін айтты. Табиғат өзінікі дұрыс емес екенін түсініп, кешірім сұрап, құшағына қысып, өкпелерін тарқасып, табиғат шамалы отырам дегесін Ахманат балаларымен құшақтасып ұйқыға кетті. Қыс мезгіледі. Баласын түнімен тұрып емізіп, енді тәтті ұйқыға кеткен еді, есік қоңырауынан оянып кетті. Қоймай безілдегеннен шошып оянып сағатты қарап еді, таңғы 4 екен. Жанына қараса, күйеуі жоқ. Жүрегі өрекпеген ол дереу есікке жөнелді. Ашса, полицейлер келіп тұр екен. Табиғат Бақтыбек жолдасыңыз ба? Иә, деп еді. Төменге бірге түсіңіз. Мәйітті тануыңыз керек, дегенде абдырап қалған Ахманат. Жоқ, мүмкін емес, деп айғайлап сүрініп, қабынып, 5-ші қабаттан әзер дегенде түсті. Өз пәтерінің балкон тұсында, аппақ қар үстінде қып-қызыл қан боп жатқан күйеуін алыстан тығынып жүгірді. Жаным, жарым, табиғатым, кімге тастадың мені балалармен? Қорғаным, тірегім, ендігімге сүйенем, деп жердегі мылжасы шыққан денесінің қасына жақын жата кетті. Жедел жәрдем мен полиция қызметкерлері оны жақындатпай, көршілер қолынан тартып, алыс қалып кетті. Ауылдағы табиғаттың барлық ағайыны, Ахманаттың да туыстары келіп, осында жерлеп, жұмалығын өткізіп болғасын үйлеріне тарасты. Тұрып жатқан пәтері Ахманаттың атына өтті. Ата-енесі Ахманатқа, ауылға қасымызға жүр, жалғыз қалай күн көресің, деп еді. Оған келіні қарсы болып. Осында қалам, шаңырақ түтінін өшірмеймін, деп айтты. Күндер өте берді. Ахманат күйеуінің киімдерін реттестіріп, жақындарына таратпақшы боп, қалталарын қарап жатып, қағаз тауып алды. Ашып, марқұм табиғаттың өлер алдында жазған хатын тапты. Қымбаттыдан қымбат болған аяулы аруым, сұлуым, сүйіктім.
Алғаш кездескенде саған сені ең бақытты жан етем деген уәдемді ұмытпадым ба? Мен де еш ұмытқан емеспін. Мүгедек, маған қараймын деп, сенің әбден шаршап, тозып кеткен түріңді көру маған өте ауыр. Мен саған тек масылмын. Сенің өмірің алда, мені сүймесең де маған күйеуге шығып, мені 3 жыл шынайы бақытқа бөледің. Саған разымын. Ендігі жерде сенің тек күлкіңді көргім келеді. Сол үшін өмірден кетуді ұйғардым. Шаршаған түндеріңде ұйықтап жатып, Бақтиярдың атын атаушы едің. Егер ол сені жылатпайтын болса, қосылуыңа қарсы емеспін. Балаларды жалғыз өсірмей, басқа біреудің өгей баласы болғанша, әкесінің ағасының қасында бақытқа бөленетін шығар. Даниярымыз да Бақтиярдан аумай қалған қызғалдақ гүлім Айару өзіңнің көшірмең. Артымда ізім бар, соған шүкір етем. Сендерді жақсы көрем, хош, сүйдім. Деп жазылған сөйлемдерді іштей оқыған Ақманат хатты құшақтап жылай берді. Екі баласын ама-кезек бетінен сүйіп, жерде жатқан жұбайының есі сіңген жейделерін иіскеп, көз жасына ерік беріп, өткен-кеткенді есіне алды. Ақманат Айару 9 айға толғанда оқуын бітіріп, диплом алды. Жұмысқа шыққысы келді. Екі баланы қарауға енесі келді. Жанында Бақтияр бар. Екі бала, әсіресе Данияр әкесін сағынған болар. Жанында болып еркелетіп ойнатсын деп Бақтиярды ертіп келдім. Ауылда айтпесе, анаданы бұның ізінен қалмай қойды. Тұрған жұмысының бәріне барып, арызданып, бастықтары шығарып жіберіп жатыр. Бұл да қосылмайым бала үшін деп көнбей отыр. Осы жақтан табиғатымның мекемесінде жұмыс болса, барып көрем дейді, деп келе сала ақталып, енесі байғұс әкелген базарлықтарын ортаға шашты. Әрине деп құшақ жайған Ақманат қипақтаған қайнағасына төрін берді. Бақтияр келесі күн ақ жұмыс тауып шығып кетті. 2 күн істеп, 1 күн демалады. Демалған күні үйдің кем-кетігін түзеп, балаларды ойнататын. Ақманат та бір мекеменің бухгалтері болып жұмысқа кірді. Енесі 2 баланы бағып, тамақ жайын дайындап, үйде күтіп отыратын. Табиғат кеткелі қоса кеткен күлкі мен береке шаңыраққа қайта оралғандай. Қырын қарап, жүзінде салмайтын қайнағасына іші жылып, үлкені Данияр папа деп мойнына асылған кезде өшкен сезімі қайта тұтанғандай болып еді. Бақтияр да жастықпен жасаған ісіне өкінгендей түр білдіріп, қазір ақыл тоқтатқандай еді. Сезімін сөндіруге тырысқан Ақманат жұмысына алданып жүріп, зымыраған уақыт сырғи берді. Марқұм күйеуінің жылын өткізді. Жылынан кейін енесі әңгіменің шетін жеткізді. Балам, қайтпек ойың бар, әл жассың. Бақтиярдан сыбыс естіп едім. Екеуің бойдақ күндері аз уақыт жолықтық дейді. Егер келсең, балаларды өзге жерде тентіретпей, Бақтиярға қосылсаң, табиғат та қуанар еді. Жоқ десең, батамды бердім. Немерелерді көріп мауқымды басып тұрсам болды, деп жыламсырады. Қапелімде не дерін білмеген келіні, апа деп енесін құшақтап, өзі де жылап. Ешкім табиғаттай болмайды ғой, деді. Кешкісін 2 баланы алып қалған енесі, серуендеп келіңдер, деп Бақтияр мен Ақманатты шығарып жіберді. Не дерін білмей, екеуі үйді шырайын алып, болмағасын, кірейік деп жатыр еді. Бақтияр батылдығын жиып, Ақманат деп білегінен ұстады. Алғашқы кездесуде қобалжыған Ақманат басын бұрып қарады. Мен саған не десем де, өзімді ақтай алмайым. Кешірім сұрайым. Сезіміңе сызат түсірген үшін. Кешірші деп, 2 қолынан ұстады. Бәрі өтті, кетті ғой, ештең етпес. Баяғыда кешіргенмін, деп Ақманат сыр бермеді.
Бұл да өмірдің сынағы болар. Табиғат махаббат үшін өзін құрбан етіп, маған бақыттың қадірін ұқтырды. Мен бақыт байлықта деп ойлап келсем, сенің жаныңда құшақтасып, тәттесіңе мас болып жүрген кездер ең бақытты сәтім екен ғой. Сол бақытты маған қайтадан нәсіп етші. Інімнің баласы емес, өз баламдай екі қошақанды да жақсы көрем. Сені алақаныма салып, аялап өтем, деп қиылып қарағанда, жүрек құрғыр тыпыршып, я деп қалай айтқанын өзі де білмей қалды. Екеуінің шешімін естіп қуанған енесіне еріп, бәрі ауылға келіп, мешітке барып, мұсылманша некесін қиды. Ағайын туыс жинап, шағын дастархан жайды. Үлкендер, әмеңгерлікпен алғаны дұрыс болды, десіп, бәтесін берді. Кейбірі, ұят-ай, десіп, бетін шымшыды. Алғашқы махаббатына қосылып, жүрегі ерекше күй кешкен Ақманат ешкімнің сөзін елемеді. Бақтияр екеуі балаларымен Атырауға қайтып кетті. Бақытты ғұмыр кешкен екі жұптың жанұясы жақында кішкентай нәрестемен толығып, қуаныштары еселенді. Махаббат біреуге қайғы, екеуге бақ деген осы болса керек.